2020 жылы Қазақстанда әлеуметтік қызметтер порталы іске қосылды. Бұл платформа мүгедектігі бар азаматтарға техникалық құралдар мен оңалту қызметтерін тікелей жеткізушілерден өз бетінше таңдауға және сатып алуға мүмкіндік берді. Порталдағы тапсырыс электрондық цифрлық қолтаңба арқылы расталады. Тапсырыс берген техникалық оңалту құралдарын өзімен алып кету арқылы немесе жеткізу қызметі бойынша алуға болады. Порталда жасалатын шартқа сәйкес, қызмет алушы өнім берушінің өз міндеттемелерін бұзу фактісі анықталған күннен бастап, күнтізбелік 14 күннің кешіктірмей порталда тиісті ақпаратты орналастыруға, өнім беруші тауарға немесе қызметке тапсырысты растаған сәтке дейін тапсырыстан бас тартып, басқа өнім берушіні таңдауға, өзі таңдаған тауарлар мен қызметтерге пікірлер жариялауға құқылы. Бүгінде порталда 884 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, 811 техникалық оңалту құралдарын жеткізуші, 30 мыңнан астам жеке көмекші, 760 ымдау тілі және 127 санатория-курорттық емдеу қызметтерін жеткізуші тіркелген. Жеткізушілерді тіркеу, тіркеуден шығару, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді порталға жіберу жергілікті атқарушы органдар жанындағы арнайы комиссияның қорытындысы негізінде жүзеге асырылады. Сондай-ақ әлеуметтік қызметтер порталының мәселелері жөніндегі комиссия өнім берушілерге мониторинг жүргізеді және көрсетілетін тауарлар мен қызметтердің сапасына қатысты мүгедектігі бар адамдардың шағымдарын 5 жұмыс күні ішінде қараумен айналысады.